Сәлем баршаңызға. Бүгін біз дәмді әрі жұмсақ болып шығатын самса дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жаңағы описание бөліміне қалдырып кетемін қажетті заттарды. Мен мынау бірінші 200 грамм майды ертіп, үстіне 200 грамм суды араластырдым. Және де бізге ұн, жұмыртқа, ашытқы қажет болады. Ең алдымен біз ұнымызға бір жұмыртқамызды саламыз. Сосын мынау майымызға тұз бен қантты араластырып қойдым, су үшеуін. Енді осының бетіне ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ішінде қанты ериді. Бұл қосындымыз жылы болу қажет. Өйстіп жақсылап араластырамыз. Ал міне біздің қоспамыз дайын болды. Енді осыны ұнымыздың үстіне мен қосып отырып, қамырымызды бір келкетіп илейміз. Қыздар, осылай қамырды әбден қанғанша илейміз. Әдемі болып, жұмсақ болып иленді. Ama жұмсақтау болу керек қамырымыз. Ал енді осы қамырымызды алып, тез ашу үшін салқанымызға салып, 45 минутқа, 50 минутқа қойып, ашытып аламыз. Мына қамырымызды ашимыз дегенше, мынау фаршымызды самсамыздың ішіне салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге фаршымызға жуаны, бұрыш, тұзды, кристалликті араластырып, жақсылап араластырып аламыз. Жуасы неғұрлым мол болса, самсамыз сол ішіне әдемі дәмді болып шығады. Сол үшін жуаны молырақ қосуларыңызға болады. Ол енді мынау салмамыз дайын болды. Енді бұны шамалы тұндырып қоямыз. Өзіне бұрышты, тұзды сіңдіріп алам дегенше. Ал қыздар, біздің қамырымыз әдемі болып ашыды. Енді осыны салқыннан алып, сүйіп аламыз. Қамырымызды ұндап отырып, жағып отырып, майда бөліктерге бөліп аламыз. Әдемі созып аламыз. Енді осыларды осындай етіп, майда бөліктерге бөлеміз. Қыздар, мынандай бөлшектерге бөліп алдық. Самсамызды енді және шетінен тек бастайтын боламыз. Оны да айналдыра отырып, дөңгелектеп қамырларымызды жайып аламыз. Жұмсақ болғаннан кейін өте жылдам жеңіл жайылады. Қыздар, міне самсамыздың қамырын жайып алды. Енді осыған үстіне дайындаған салмамызды саламыз. Салмамыз салып болды. Енді осыларды әдемі түйеміз. Үш бұрыштетіп түйеміз. Ол үшін қамырдыларымызды түйіп алып, жабыстырсаңыздар, өзі қамыр әдемі болғасын жабысып қалады. Бірде бұлай бір-біріне кигізіп, бас жағын бас жіберсеңіздер, мәжен бүйтіп, мәжен бассаңыздар, бүйтіп істесеңіздер де болады. Тағы көрсетейін. Бұлай. Екі шетін бас жібересіздер. Үстіп істеген оңай түйіледі бір жағынан. Ашылып кетпейді. Қыздар, біз самсамызды түйіп болдық. Енді осыны
формамызға шаймендеп саламыз. Бойында май болғаннан кейін қамырымыздың ол формамызға жабыспайды. Қорықпай сала берсеңіздер болады. Астын майламай қойыңыздар. Формамызға салып болды. Енді мына бір дана жұмыртқамызды араластырып самсамыздың бетіне жағамыз. Ал мына жұмыртқамызды жағып болды. Енді бетіне кунжутымызды макпен араластырып себетін боламыз. Мына кунжутымызды әтемге бетіне сеуіп алдық. Енді осыны қызып тұрған пеште 200 градуста қызартып пісіріп алатын боламыз. Ал міне қыздар, біздің самсамыз дайын болды. Өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Менің рецептім ұнаса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Және де сіздерге жасауға кеңес беремін. Сау болыңыздар, іс болсын.